Ал енді балалар, тербету сәтін жасаймыз. Кенет ұстап тұрайық, алақанды соғайық. Бір отырып, бір тұрып, орналасқан мұнайық. Жақсы. Ал енді балалар, мәтінменен жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырманы қараймыз. Мәтінді оқимыз. Мәтін бойынша екі сұрақ құрастырамыз. Мәтінді бастап оқитын Семен оқиды. Абай Құнанбайұлы ақын дара тұлға. Жасмин оқи ғой. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Ариш оқимыз. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Қайтадан бір рет оқи қойыңыз. София оқиды бірінші сөйлемді. Абай Құнанбайұлы ақын дара тұлға. Екінші сөйлемді Ева оқи қой. Абай өмір, өнер, білім, табиғаттан туралы өлең жазды. Үшінші сөйлемді оқиды бізде Вова. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Жақсы. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Ал енді балалар, осы оқыған мәтін бойынша екі сұрақ құрастырамыз. Екі сұрақ қарастырамыз. Кәнеки құрастырамыз. Екі сұрақ құрастырайық. Так, Жасмин айта ғой, бірінші сұрақ қандай құрастырдың? Абай Құнанбаев кім? Жақсы. Абай Құнанбайұлы кім? Екінші сұрақ Ариша. Абай Құнанбаев не туралы өлең жазды? Жақсы. Отырам. Абай Құнанбаев не туралы өлең жазды? Ал енді балалар, біз сіздермен бірге Абай Құнанбайұлының қандай өлеңін білеміз? Қандай өлеңін білеміз? Ғалым таппай мақтанба, арын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, айна босқа күлуге біз нәрседен қашық бол, біз нәрсеге асық бол. Адам болам десіңіз, миллион өмірін алдында, оған қайғы жесіңіз. Өсе көтерек мақтаншақ, келіншек бекер мал шашпақ, без дұшпанын білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, без асыл іс көнсеңіз. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Ал енді балалар, тағы да осы өлеңді кезекпенен айта қояйық. Вова бірінші шумағын айтады. Ғалым тапай мақтанба, орын тапай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Жақсы. Біз нәрседе ашық бол, біз нәрседе асық бол, адам болам дейсіңіз. Тілеуін омайған алтында, оған қайғы жесіңіз. Осы көтерек мақтаншақ, еріншек берек мал шашпақ, без душанын бөлсін. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, біз асыл іс көнсіңіз. Жақсы, жақсы. Мінекей сіздер балалар, Абай Құнанбайұлының ғылым таппай мақтанба өлеңін жатқа оқыдыңыздар. Енді қазір сіздер осы өлең бойынша қазір кластер толтырасыздар. Бірінші топ бізде 5 асыл істі жазады. Екінші топ бізде 5 дұшпан жазамыз. Так, 5 дұшпан жазамыз. Сіздерге 5 асыл іс. Так, жаңағы фломастер бойынша жаза қойдық. Әртүрлі түспен. Так, ақырын біреуді жазамыз,
Айтып отырыңыздар. Түсінікті. Бес асыл іс. Тихо, тихо. Да, у вас 5. Есть душфан. Конечно, начинайте я. Так, казамыз. Бес асыл іс. Асыл. Вот поставьте вот так. О, идите. Так, тихо, 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 Семен. Бірақ адам жасады. Семен мешет. Айтып отырыңыздар. Бірге, значит, айтып отырамыз. Сауатты жазыңдар. Дальше. Так. Қараңыздар. Қатесі жазыңыз. Грамотно. Қатесі жазаңыз. Мал. Не-не-не. Перейдешь от контроля. Неправильно. И дописывайте мал шашка. Да, шашка. И оснажать. Снимите. Шашка. Қайсы топ болды? Все. Не надо. Кружок рисовать. Не надо. Так, кім болды? Көтереміз қаламда фломастерларымызды қоямыз, балалар. Партаның үстіне қойыңыздар, сарыштарыңызды. Кім болды? Дұрыста бір рет қарап шығыңыздар, тексеріңіздер. Тексеріп шығыңыздар. Проверьте. Бір рет қарап шығыңыздар. Так, кім болды? Қайсы топтайын? Так, бірінші топтайын, екінші топ болыңыздар ма? Екінші топ дайын ба? Екінші топ дайын. Жақсы, барлығын қаламдарымызды, фломастерларымызды қоямыз. Ортаға кім келеді? Кім келеді? София, келе ғой. Кел, ортаға жаз. Кел, дейік ортаға, кел. Так. Бес асыл іс. Оқи ғой. Терең ой, рақым, талап, еңбек, қанағат. Келісесіздер ме? Бірінші топ, екінші топ келісесіздер ме? У них 5, значит 5 хороших качеств. Значит, келісесіздер ме? Келісеміз, иә? Значит, келісек не істейміз? 2, 3. Жақсы, отырамыз. Жақсы, отырамыз. Просто қойсын. Екінші топ, Ева, қараймыз сіздерде 5 дұшпан. Дұрыс. Мында қараймыз, барлықтарымыз. Емей, мында қараймыз. Ал, мен ұстайым, сен айтамын. Мақтан, шақ. Бес дұшпан. Қараңыздар, да?
мына жерде екінші топ жазды. Мақтаншақ, бекер, мал, шашпақ, еріншек, өсек, өтірік. Келісесіздер ме? Келісеміз. Бір